Ал балалар, біздің сабақтың тақырыбы кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, котангенсі. Сабақтың мақсаты тригонометриялық функциялардың анықтамаларын білу. Енді тригонометриялық функцияға келетін болсақ, жалпы бізде қандай тригонометриялық функциялар бар? Ендеше анықтамаға келейікші. Синус дегеніміз не? Bir нүктесінің ординатасының O1 радиусқа қатынасы альфа бұрышының синус деп аталады. Синусы деп аталады. Жақсы, дұрыс. Келесі, косинус дегеніміз ше? Аха, іңкәрім. Косинус ол бұл нүктесінің абсцисасының O1 радиусқа қатынасы альфа бұрышының косинус деп аталады. Косинусы деп аталады. Келесі, тангенс дегеніміз. Үнжу. Бұл нүктесінің тангенс дегеніміз бұл нүктесінің ординатасының абсцисаға қатынасы альфа бұрышының тангенс деп аталады. Жақсы, жарайсыз. Келесі бізде қалды. Соңғы тангенс дегеніміз. Бұл нүктесінің абсцисасының ординатасының қатынасы альфа бұрышының котангенсі деп аталады. Аха, жақсы, жарайсыз. Ендеше балалар, формуланы еске түсірейікші. Біз өткен формула бойынша синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы бірге тең. Қандай формуланы өттік біз? Тангенс альфа дегеніміз косинус альфаға керісінше котангенста бізде не? Косинус альфаның синус альфаға бөлінісі. Жақсы, жарайсыздар. Ендеше тура осылай қазір біз есепке көшейік. Жақсы ма? Келесі есеп бізде өрнектің мәнін табыңдар. Бірінші есепте бізде берілген 2 косинус 60 градус, қосамыз түбір асты 3 косинус 30 градус. Олай болса бізде жалпы косинус 60 градустың мәні қанша? 2-ден 1. Косинус 30 градустың мәні? Түбір асты 3 бөлінген? 2. Дұрыс, 2 мен 2 қысқарады. Бізде не қалды мұнда? 1 қалды. Осы түбір асты 3 пен түбір асты 3 көбейтілсе бізде қанша болады? 3-те 2-ге бөлеміз. 1,5. 1,5-ды қоссақ? 2,5. Дәл осылай біз синус 30 градустың мәні қанша? 2-ден 1. Жақсы. Котангенс 45 градустың мәні? 1. Синус 45 градустың мәні? 2 бөлінген 2. Косинус 30 градустың мәні? 2 бөлінген 2. Дұрыс. Дәл осылай қазір бір минуттың ішінде балалар тез шығарайық. Жақсы ма? Шығарсақ бізде калькулятор бар ғой. Калькулятормен балды 3 балға көтереміз. Жақсы ма? Өткендеріміз көрсетеміз балалар. Бірінші есепке кім келеді жаңағы? Келеді Маржан? Дұрыс, 7,5. Аха, güzel. Апай, мен де оғылым. Аха, келесіге көше беріңдер. Үшінші, төртіншісін шығаралған жоқ. Келесі, екінші есепке кім келеді? Шықты ма? Аға, Рамазан. Аха, дұрыс, 2 мен 2 қысқарады. Аха. Бір қосылған қанша болады мынау? 1,5. Жарайсыз, молодец. Апай, что ол? Келесі, аха. Дұрыс, аха. Үшке кім келеді? Келесі, Рамазанды тексерейік.
30 градус ағаға 2,5, 1,5 дұрыс. Келесі. Апай дұрыс жерге тұрсам ба? Келе ғой. Апай енді. Бітсеңіздер, онда калькулятор қойсайық, 3 балаға есесіздер. Өтересіздер, өтереміз. Орын апай. Болмабай. Екі төбірасты, шағайтылған төбірасты, болады төбірасты. Шықты болса, сіздерде деп. Болмабай. Екі төбірасты, екі азайтылған, екі төбірасты, үш жақсы жарайсыздар. Бұл есеп түсінікті ғой, сұрақ бар ма есеп бойынша? Жақсы. Келесі, екінші есепке көшейік. Екінші есепте бізде жаңағы тепе-теңдік берілген. Яғни синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы олай болса, ары қарай төмендегі өрнекті ықшамдаймыз. Және де бізде градуспен емес, немен беріледі? Радианмен. Мысалға пи бөлінген 2 деп берілсе, бізде неше градус болады ол? 180 бөлу 2 болады? 90. Пи бөлінген 6 болып берілсе ше? 30 градус. Түсікті ғой, е? Ал енді бастады. Бірінші есеп шығардық. Синус квадрат альфа азайтылған 1 дейді. 1-ді сіздер не істейсіздер? Ашып жасастыр. Түсінікті ғой? Алдыңға азайтумен таңба не істейді? Өзгереді. Дұрыс па? Так, бірге кім келеді? Келе ғой, тауық. Дұрыс, синус квадрат альфа мен синус квадрат альфа жойылады да, минус косинус квадрат альфа. Дұрыс. Молодец, Алла. Екі шықты дейді. Келесі, бізде қайсы? 3 па? Екіретінде пи бөлінген 4 деп тұр. Пи бөлінген 4-міз қанша градус? 45 градус. Болмабай. Келесі бізде қайсы қалды? Үшінші есеп қой. Үшінші бәйгенде. Келе мағжан. Төртінші есепке бүш. Дұрыс, жарайсыз. Минус төбірасты үш, алдыңға минус төбірас, бір қосқан үш төбірасты үш. Келесі. Төртіншісі шықты ма? Кімде шықты төртіншісі? Кім келеді? Келе қойсы. Төртіншісі келе қойсы. Екі мен екіні қысқарттым, бір қосылған төбірас дейді. Жарайсыз. Жақсы, жарайсыз. Сұрақ бар ма? Барлықтарында шықты ғой, е? Жарайсыз. Сұрақ жоқ па бұл есепке? Әлде бар ма? Барлық түсінікті. Олай болса келесі бізде тапсырма ортолдан берілген тапсырма. Ортолда бізде градустары берілген. Мысалға синус 0 градуста бізде жауабы қанша болады? Косинус 0 градус берілсе?
Синус 30 градус берілсе, 2-ден 1. Косинус 45 градус. Жақсы жарайсыздар. Тангенс 45 керісінше. 1. Ал катангенста? Ол да 1. Дәл солай тездетіп, орындарына қойып шығамыз. Түсінікті ғой ұяшықтарды. Ал енді бастадық. Бізде бірінші берілген косинус 60 градус. Кім келеді? Келуін жүр. Косинус 60 градустың мәні. Жақсы, жарайсыз. Келесі косинус 20 келе алмажа. Жарайсыз. Катангенс 30 келе ол көсір. Синус 60 келе орайсыз ма? Катангенс 45 келе ол. Тангенс 135 келе ол. Косинус 45 келin кәрім. Соңғы косинус 45-ті жаса ғой. Және не қалды соңғысы? Тангенс 60. Енді тексерейік жауабын. Жауабын тексеретін ба? Бізде қай жерде қате кетті балалар? Катангенс 30 градусымыз бізде керісінше қанша? 3 дұрыс. Қазір тексерейік. Бізде қате кетті катангенс 30. Катангенс 30-ымыз бізде керісінше қанша? Тобырасты 1. Ал тангенс 60-ымыз керісінше бізде қанша? Тобырасты 3. Түсінікті ғой, балалар?